Оқылым бізден, қаралым мен таралым сізден болсын. Ал біз бастаймыз. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Дүлей. 1 бөлім. Мен қарапайым кедей отбасында 1966 жылы өмірге 2-ші қыз болып келіппін. Үлкен ағам, жеңгем, апам және 2 інім, 2 сіңлім болды. Сонымен қатар үйімізде әкем, анам, әжемнің сіңлісі бәріміз бірге тұратынбыз. Анам бейшара 2 енесінің көңілінен шығам деп қартайды. Ауылдың сиыр фермасында сауыншы болып жұмыс жасады. Әкем сол фермада бақташы болды. Тым момын, тіл алғыш, оқымаған, сауаты жоқ адам еді. Үлкен ағам жүргізуші болып колхоздың ескі көліктерін айдап, онысы қайта сынып, сонымен алысып жүретін. Бауырым да өте жуас адам. Еңбекқор болғанымен оның еңбегін бағаламай да кететін. Менен 5 жас үлкен апам мектеп бітіріп медициналық училищеге түскен болатын. Сол жылы қыста жігіті апамды алып қашып кетіп, оқуы жайына қалған. Апайым ауданға жақын бір ауылда тұрды. Балалы болып қарапайым қазақ әйеліне айналып, отынмен кіріп, күлімен шығып, өмірі өтіп жатты. Сүйемін деп алған жездем апамды қолына түсірген соң өзіне күтуші, бала табушы, аспазшы қылып, еш құрмет көрсетпей, кейде мінез көрсетіп, анасының, апа қарындасының сөздеріне еріп, сабапта тастайтын. Мен анда-санда барып апамның бейшара кейпін көріп, ер адамдарға деген сенімімді жоғалтқанмын. Жеңгем мектепте еден жуатын. 2 балалы болған. Біз 4 бөлмелі үйде арыстандай мазасыз 2 әжем, әке шешем, аға жеңгем, 2 інім, 2 сіңілім, бауырымның 2 баласы, менімен қосып 13 адам тұрдық. Дастарханымыз асқа толып, майысып, тойып ас ішкен кезіміз болған емес. Киім-кешекті ауылдағы тұрмыстары жақсы отбасылары беретін. Ол ескі қысқарып қалған киімдер еді. Апам да сол киімдерді киіп бойжеткен. Алматыда оқитын балалары бар отбасы ерекше көрінетін. Анам сондай отбасынан киім әкелсе, біз қуана бөлісіп киетінбіз. Анам оқымаған, аласапыран заманда жетім қалған қыз екен. Жақын туысы жоқ болып, көрінгеннің үйінде күң болып жүріп, 15-ке толғанда әкем иесінен бір бұзау беріп алған екен. Әкемнің анама деген құрметі ерекше болды. Жақсы көрді, сыйлады. Әкем жуас болған соң үйдегі анасы мен әжейге қарсы келе алмай көндіккен. Әжелерім өте талапшыл, ашуланшақ, мінезді болды. Өте ырымшыл, намазға жығылған кісілер еді. Жаңа заманды оңайлықпен қабылдамай, өздерінің өтіп кеткен сол бір уақыттарын айта беретін еді. Бір кездегі байдың қыздары, түсініксіз, өрге күректері бар болатын. Аласапыран заманда аман қалсын деп жуас қойшы атамызға тұрмысқа беріп, әкелері айдауға кетіп жоқ болған екен. Әжемнің сіңлісі, әжем тұрмысқа шыққанда кішірек болып, әкемнің анасы қызым деп жазғызып алған көрінеді. Ол әжей тұрмыста болып, бала сүйе алмаған соң апасының қолына келіп қалып қойыпты. Отбасының тарихы осы. Мен мектепті 1983 жылы бітірдім. Ең кіші сіңлім 1-ші сыныпқа барған еді. Алматы қайдасың деп, мен де орта біліммен жол тарттым. Мектепті нашар бітірдім, оқуға қызығушылығым болмады. Тамақты тойып ішпегеннен қаным аз, анемия болып, сабақ миыма кірмей тұратын. Сабақты емес, тамақты ойлап жүріп, мектепті де бітірдім. Алматыға емес, ауданға барсаңшы, деген анама. Апам сияқты 1-ші курс бітіртпей, бір қойшы алып қашып кетер. Бұл жабайы жерден аулақ кетем, деп өжеттік жасап, кетіп қалдым. Мен басқа бауырларыма қарағанда етім тірі, 2 әжемнің қызы болдым. Әжелерімді шомылдырып, шаштарын өріп, киімдерін жуып, төсектерін салып беріп, баталарын алатынмын.
Әжейлер көңілдері түскенде зейнетақыларынан маған беретін. Мен сол ақшаларды жинап жүрдім. Қызым, Алматыға барам дейсің. Мен жолыңа да ақша тауып бере алмаймын ғой, деген әкеме. Әке, уайымдама. Әжелердің берген ақшаларын жұмсамай жинадым жолыма. Бір ай Алматыда болғаныма, оқуға түспей қалсам қайтып келеріме жетер, дедім. Әкем маған риза болып шын көңілімен батасын берген. Анам жүгіріп жүріп 2 көйлек тіктіріп берді. 2 әжем аяқ киім ал деп ақша берген, ауданнан тәуір деген жаздық аяқ киім алып жолға шықтым. Алматы әсем қала. Аузым аңқиып, оқу орнымды әрең тауып, құжат тапсырып жатақханаға орналастым. Мен сияқты жан жақтан келген ауыл жастары көп екен. Айгүл деген шымкенттік қызбен достасып, емтихан болғанша дайындық үстінде болдық. Мида түк жоқ, мен бірінші емтиханнан құладым. Бодам шығып жылап, барар жер таппай еңіреп, саяхат автобекетіне келдім. Ауылға барғым келмейді. Қалада қала алмайым. Көзім жәутеңдеп, автобекеттегі сақтау орнына сөмкемді тапсырып, Алматыны араладым. Жетім бұрыш деген жер бар екен. Сол жерге барып жататын орын қарастырдым. Тым қымбат. Жұмыс орындар іздеп көрінген жарнамаға тесілдім. Көк базар маңында күні бойы тентіреп кеш бата саяхатқа келіп қондым. Өзім сияқты 2 қызды жолықтырдым. Бірі Лепсіден, екіншісі Жаркенттік екен. Үшеуміз бірімізге біріміз бауыр басып, 1 апта Алматыдан жатар орынмен жұмыс іздеумен болдық. Ақыры үй таптық. Қуанып сол үйге үшеуміз келдік. Лепсілік қыздың есімі Оразхан, Жаркенттік қыз Гүлнар еді. Сол кезде жатақханада бірге болған шымкенттік Айгүл де оқуға түсе алмай бізге қосылған еді. Үй жартылай жер астына орналасқан, шағын терезесі бар. Терезеден тек адамдардың ары бері жүрген аяқтарын көретінбіз. Үйдің иесі 40-тан жаңа асқан сұлу әйел, күйеуі бар екен. Қызы мектептің соңғы 10-шы сыныбында оқиды екен. Бізге жер астына түсетін бөлмені берді. Үстіндегі үй үлкен, әдемі, үй ауласы да әдемі, таза бақшасы бар, үлкен жаңғақ ағашы өсіп тұр. Жер астындағы бөлме 2-ге бөлінген шағын, бір бөлмесі асхана, екінші бөлмесі жатын. 4 төсек қойылған. Асханада газ қосылған, шағын үстел, 4 орындық ыдыс аяқ қоятын шкафхана бар. Біз соған қатты қуанып мәз болдық. Жуынатын монша бар, аптасына 1 рет жағылатынын айтты. Суды ауладағы су құбырынан колонка алатынбыз. Дәретхана сыртқа орналасқан. Жол бойы жүзім бұтақтарымен әдеміленіп, иіліп қоршалған. Жүзімдер салбырап пісіп тұр екен. Үлкен алмұрт ағашы да бар екен, жемісінен ағаш иіліп тұр. Ашықтау жерде көксақ бақшасы бар екен. Ол бақшада қызанақ, баклажан, бұрыш, картоп, сәбіз, қырыққабат, басқа да ұсақ түйек көп егіліпті. Бір ер адам соны қарап жүретін. Ол жас шамасымен 25 шамасындағы сұлу еркек. Бізге көңіл бөлмейді, өз шаруасын істеп жүреді. Біз 4-еуміз бірге Алматы мақта мата комбинатына АХБК жұмысқа бірге кіргенбіз. Қыс түскенше еш қиындықсыз ел қатарлы жұмысымызды жасап жүрдік. Қыстың қатты суығында біз жатқан бөлме сыз тартып, біраз ауырып берекеміз қашты. Басқа пәтер іздеп едік, таппадық. Көктемде Лепсілік Оразхан қатты ауырып ауруханаға түсті. Оның өкпесіне су толып кеткен екен. 3 ай Талғар қаласындағы құрт аурулар емханасында жатты. Біз уайымдап пәтеріміздегі көрпе жастықтарды қайта кептіріп жүріп, сәуір айына да жеттік. Мамыр айында Жаркенттік Гүлнар басқа пәтерге көшіп кетті. Шымкенттік Айгүл білімге құмар сұлу қыз. Ол бос уақыты болса, кітапқа үңіліп, оқуға дайындалып жүретін. Мен қанша оқиын, дайындалайын деп талпынсам да, менің басыма түк кірмей қойды. Күзде тұрғаннан, міне жазға да жетіп пәтерімізге әбден үйрендік. Аулада жиі жүретін еркісі қожайынның ұлы екен, ол науқас адам екен. Адамның бетіне қарамай, өзімен өзі сөйлеп жүре береді екен. Қара күштің иесі, жер қопарып ауладағы ауыр жұмысты жеп жеңіл атқарып жүргені.
Ол сөйлескенді білмейді. Қасында жарты сағат тұрдым, көз қырын да салмады. Менің ойымша жалаңаш өтсең де көрмейді, дүлей кім? Деп жиі сөз қылатын. Мен ол дүлейден сондық кемістік көрсем де, оны жамандыққа қимай, ол әлі жазылып өз қатарына қосылар деп айтатынмын. Айгүл оқуға түсіп жатақханаға кетті. Оразхан емханадан соң біз тұрған пәтерде тұра алмайтынын айтып, ол да кетті. Мен оқуға тапсырып көріп едім, түсе алмадым. Содан сүмірейіп сол АХБК-да жұмыс жасап, сол пәтерде тұрып жаттым. Қожайынның ұлы маған ары бері жүрсем бақшасындағы гүлінен жұлып алып беретін болды. Алғаш бергенінде таң қалып, не аларымды, не алмасымды білмей ойланып, көңілін қимай алғам. Ол күн ара гүл беруді жиілетіп кетті. Мен жұмыстан келсем есігімнің алдында түрлі гүлдерді әдемілеп газетке орап, есік тұтқасына іліп қоятын болды. Мен қожайын әйелге ұлының бұл әрекетін айтып, гүлдерді кесіп жүрген мен емес деп түсіндірдім. Апам ойланып, ұлының сыртынан қарап тұрып қалды. Жаздың соңғы айы болатын, жанымдағы қыздар кетіп, пәтер ақысы жалғыз өзіме ауыр, шамам келмейтін болды. Оның үстіне жалғыз тұрған қорқынышты екен. Қожайынның баласы да өз қылықтарымен мазамдала бастады. Ол гүл бергенді қойып, енді жемістер әкелетін болды. Мен дәретханаға баруға қорқатын шығардым. АХБК жатақханасында орын босап, қуанышпен сол жаққа ауысатын болып, қожайынға жөнімді айтайын деп есік алдында тосып отырдым. Заттарымды жинап қорапқа салып та қойғанмын. Қожайын апай мен ағай қақпадан кіргенде мен алдарынан шықтым. Екеуі маған сондай мейірімді көзбен сүйсіне қарап қасыма келді. Сәлеметсіздер ме? Дедім мен таңырқай. Меруерт қызым, қалың жақсы ма? Деп қожайын мейірімді дауыспен жақындап келді. Рахмет аға, мен кілтті берейін деп күтіп отырмын дедім. Ағайдың қабағы түсіп, әйеліне қарады. Әйелі иығымнан ұстап: не болды? Сен кетесің бе? Деді. Я, апай, завод жатақханасында орын табылды, ол жерде тегін тұрамын дедім. Әйелі қожайынға біртүрлі қарап үнсіз тұрып қалды. Әйел сәл ойланып тұрды да: Меруерт, біз сенімен сөйлесейік деп едік. Бізге аз уақыт бөлесің бе? Деді жалынышты дауыспен. Жақсы, айтыңыздар, тыңдап тұрмын дедім. Қожайын білегімнен ұстап үлкен үйіне қарай жетектегенде ертті. 1 жыл осы үйде тұрсам да үлкен үй босағасын бірінші рет аттадым. Төрлет қарағым, жоғар шық, деді қожайын. Өзі тез алдыға жүріп, келесі бөлменің есігін ашты. Үй енді керемет, жиһазға толы, жерде әдемі кілем, салбыраған люстралар, үлбіреген перделер. Мен мұндай баршылық пен байлықты көрмегенмін. Өзімнен өзім қысылдым. Апай мені құшақтап қонақ бөлмесіне әкелді. Меруерт қызым, біз сені жақсы көріп кеттік. Ұлым Диас та жақсы көрді. Біз Диастың адамға қарап жақсы көргенін бірінші рет көрдік. Біздің үйде түрлі қыздар тұрды. Диастың бір қызға гүл сыйлау тұрмақ, бетіне қарағанын көрмеппіз. Қызым, сен кетуге асықпаш. Сен бізге пәтер ақысын да төлемей ақ қой. Сен мына бөлмелердің біріне тұрш. Кетпеш. Деді қожайын. Әйел менің қолдарымды ұстап: Меруерт, өтінем кетпеш. Біздікінде тұра берш. Сен Диасыма бір әсер еттің. Біз дәрігерге бардық. Бұл өзгеріс жақсылық деді. Көріп жүрсің, балам науқас. Біз 23 жыл емдетіп жүрміз, еш өзгеріс болмаған. Міне Диасым өзгеріп, сені күтетін болды. Саған арнап гүл үзет, жемістер ет. Ол не маған, не әкесіне, не қарындасына қарамайтын. Ал енді саған қарайды. Жұмыстан келгеніңді тосады. Қызым, сен бізге көмектеш, кетпеш. Тіпті жұмысқа да шықпа, мен саған сол табысыңды берейін. Сен Диастың қасында болш. Ол адам болып кетер. Деп жылап жіберді.
Мына екі кісінің не айтып жатқанын түсіне алмадым. Менің не қатысым бар? Неге мен деп отырмын? Қожайын фотоальбом шығарып Диастың бала кезін көрсетіп, дені сау бала болғанын айтып түсіндірді. Сосын 4 жасында қатты суық тиіп ауырып, сол ауырғаннан арты осындай дүлей бала болып қалыпты. Талай жерге апарып емдетіпті, ем қонбапты. Диас не жыламайды, не сөйлемейді, күлмейтін болған екен. Тек бұлқан талқан болып ашуланатын кезі болады екен. Айтқанды ұқпай, көнбей біраз алысып басылады екен. Түк ұқпайтын нағыз дүлей болып қалыпты. Мен келгеннен соң Диаста өзгеріс пайда болыпты. Ол күлетін болыпты. Дыбыс шығарып, өзі музыка қосып тыңдайтын болыпты. Неше жыл бұрын бір профессор бала еңбекпен айналысу керек деген соң Диасты бақпен айналысуына үйреткен екен. Диас бақша жұмысын қызыға алып кетіпті. Диастың ата-анасының ойынша ол менімен сөйлессе, араласса, оңалып тәуір болар деген үміт. Меруерт қызым, сен түсінші. Сен кетіп қалсаң, Диас ауырып қалуы ықтимал. Сен бізбен тұршы. Айлығыңнан 2 есе ақша төлейін, тек кетпеші, деді қожайын. Мен ойланып отырып қалдым. Бұл кісілерге жаным ашты. Меруерт қызым, сен ештеңеден тарлық көрмейсің. Біз сенің жағдайыңды жасаймыз, деді апай. Қожайын бетіме жалынышты түрмен қарап. Меруерт қызым, бізде сенен 1 жасқа кіші қызымыз бар екенін білесің. Біз саған жамандық жасамаймыз. Сен Диастың қасында жүргеніңді жұмыста жүрмін деп есепте. Сенде де демалатын күн мен демалатын уақыттарың болады. Тек кетпеш. Қалшы. Қызымыз Аида да сені жақсы көреді екен. Сен қызыммен де дос болып кетесің, деді қожайын. Мен Аиданы көз алдыма елестеттім. Иә, ол менімен жылы амандасып қал жағдайымды сұрап жүретін тәрбиелі қыз. Мен басымды изегенімді білмей де қалдым. Апай мәз болып бетімнен сүйіп, ағай қолымнан ұстап риза болды. Араға 1 сағат салып үлкен үйдің 2-ші қабатынан кең жарық іші жиһазға толы бөлме таңдап кірдім. Қызым, сен енді ас әзірлеме, сен бізбен бірге астанасың, деп Диастың анасы ескертті. Қызық, осындай да болады екен-ау. Сонда мен не істеймін? Немен айналсам? Деген оймен апайдың қасына келдім. Апай, мен сонда не істейін? Диастың қасында жүрейін бе? Немен айналсайын? Дедім. Апай ойланып бетіме қарап отырды да, мен білмеймін, сен не істегенді жақсы көресің? Деп ойланғандай болды. Жақсы көретін ісім жоқ. Мүмкін жұмысыма барып келіп жүрем, бос уақытымда Диастың қасында өткізейін, дедім ойланып. Апай сәл ойланып орнынан тұрып ары бері жүрді. Апай, үйде сенделіп жүргенім біртүрлі екен, сосын Диаста мені неге жұмысына бармайды, неге үйде жүр деп ойлап, дедім. Апай тез, Диас солай ойлай алады деп ойлайсың ба? Деп апайдың жанары жарқ етіп бетіме қарады. Білмеймін, солай ойлайтын сияқты, деп күмілжіп айтты. Олай болса сен біраз жұмысыңа барып келіп жүр. Сенің үйде тұрып жатқаныңды ол қалай қабылдайтынын көрейік. Сосын аржағын көре жатармыз, деді. Мен қуанып кеттім. Бұл күні кешкі кезегіме баруым керек еді, соған тез жиналдым. Диас далада жүрген, қолында алмасы бар, мен тұрған бөлме есігіне барды. Мен терезеден қарап тұрғам. Ақырын терезені тықылдаттым. Ол жоғары қарап, мені көріп, сәл ойланғандай болды. Мен қолымды бұлғап үйге шақырдым. Диас ойлы көзбен ұзақ қарап тұрды да, тез теріс қарап бақ ішіне кіріп кетті. Мен ас бөлмеге барсам, апай дастархан әзірлепті. Апай, Диас мені іздеп жүр, терезеден көріп бақшаға кетті, дедім. Сен дастарханға отыр, мен оны ертіп келейін, деп апай тез сыртқа шығып кетті. 10 минуттай жоқ болып, Диасты ертіп кірді. Диас дастархан басында отырған мені көріп, көздері бақырайып, қолындағы алмасын ұсынды. Мен алып едім, алақанын үйкелеп, ұялғандай болды. Мен осылай
Диастың үйінде тұрып жаттым. Тамағым тоқ, басымда баспанам бар, жұмысымнан да ақша алам. Ағайда айтқан ақшасының бір тиынын кем етпей ұстатты. Аға, сіз пәтер ақысы мен азық-түлік ақшасын ұстап қалыңызшы десем, Меруерт қызым, жоқ, керек емес. Мына бір айда Диас бақытты, мен саған қарыздармын деді. Апай болса, қызына не алса маған да бір зат алып сыйға тартады. Мен біршама ақшамды ауылға анама салып жібердім. 2 жұмыс жасап жатқанымды хатқа жаздым. Анам да риза болып, қалада жүрсің, бізге ақша салма, өзіңе жұмса депті. Диас менің жанымнан шықпайды, бөлмеме кіреді, ыңылдап дыбыс береді. Мен ол кіргенде оқымасам да кітапқа үңіліп отырамын. Ол жақындап келіп конфет, болмаса печенье береді. Сосын шашымнан иіскеп біраз тұрады. Шыны керек, ол маған жақындағанда мен қорқам. Демімді тартып, бұл тағы не істер екен деп те ойлаймын. Диасты сырттай көрген адам оның науқас екенін бірден байқайды. Ол қолдарын ербеңдетіп, басын ұстап, желкесін қыса береді. Бет әлпеті сұлу, қалың қасы қосылған, қап-қара мөлдір көзі өте әдемі. Кірпіктері қайқиған, қалың, ұзын, көзін ашса қасына жетеді. Кең маңдайлы, қырланып келген сүйкімді мұрын, ерні де өте әдемі, ал қызылданып тұрады. Диас оң жақ астыңғы ернін тістей берген соң, сол жері қызарып, қабыршақтанып тұрады. Шашы толқынды қап-қара. Шаш алу үлкен күш болған соң, шашы өсіп желкесіне түсіп тұрады. Бірақ сол өсіп кеткен шашы да бір сұлулық беретіндей. Ірі денелі, бойшаң жігіт. Бүкірейіп бойын жазбай, кеудесін көтермей, басын жерге салбыратып жүретін адам. Менің бөлмеме кіргенде аздап бойын тіктейді. Денесін тік ұстаса қандай сымбатты. Мен Диастың үйінде қысты өткердім. Жаңа жылды бірге қарсыладық. Ол мәз болып дастархан басында маған шырын құйып беріп, астан салып беріп, ата-анасына, қарындасына да күлімдеп қарап, оларды құшақтап, мына тойлатып отырған мерекеге деген құрметі мен қуанышын жеткізгендей болды. Үй иелері маған дән риза. Диас қолымнан ұстап қоятын шығарды. Ол қолымнан ұстаса, менің денем дір етіп, қорқып та қалам. Көктем шыққанда Диас менің бөлмемнен тіпті шықпайтын болды. Бұрын ақырын иіскейтін шашымды енді иығымнан ұстап, шашымды сипалап құшақтайтын болды. Мен біртүрлі ойларға кетіп, мына үйден қашқым келді. Диастың анасымен сөйлесуім керек деп шештім. Апай, Диас мені құшақтайтынды шығарды. Мен одан қорқам. Ол сіздер жоқта мені зорлап тастаса не істеймін? Апай, мен кетем, мен бұл үйде қалуға қорқам, дедім. Апай зәресі ұшып менің қолымнан мықтап ұстап тұрып, Меруерт, сен қорықпа, ол саған жамандық жасамайды. Мен ертең оны дәрігерге апарам. Осы болып жатқан жағдайды айтам. Егер дәрігер қызды жолатпаңдар, гормоны оянды десе, сені жіберем, ұстамайым. Ал егер ол адамға жақындасу әдісі осылай жақсы болады десе, сен көмектесші, өтінем. Меруерт жаным, алтыным, ол сені жақсы көреді, ол саған жамандық жасамайды. Мен сені жалғыз қалдырмауға тырысам, деп жалынып жылап та жіберді. Жарайды апай, сіз дәрігерден сұраңызшы, анықтаңыз, дедім. Ертесі олар дәрігерге көрінуге кеткенде мен жұмысыма кеттім. Жан адамға тіс жармай көп ойланам. Не істеймін? Кетіп қалсам ағай мен апайға обал. Кетпейін десем, Диас маған біртүрлі көзбен қарайды. Содан қорқам. Ақша тауып жүргенімде жақсы, сол үйде тұрған маған ұнайды. Диас, сен не қалап жүрсің? Мен дұрыс жасап жүрмін бе? Ақыры не болар екен? Деп ойға батам. Ертесі жексенбі күні еді. Кезегімнен шығып ой шырмауында үйге келдім. Ағай да апай да үйде екен. Айы да мен келгенде бір жаққа кетті. Диас менің келгеніме қуанып, жылдам қасыма келіп, құшақтап, шашымнан иіскеп сөмкемді алды. Ағай мен апай қарап тұр. Диас мені ертіп қонақ бөлмесіне әкелді де, алақанына үйкелеп қуанып біраз тұрды да, тез далаға шығып кетті. Ағай мен апай қасыма келіп отырып, қысылып ұялғандай болды. Ағай бірдеңе айтқысы келіп басын көтереді де, көзіме қарап үндемей қалады. Апай жерге қарап менің қолымды ұстап терең күрсініп алды. Меруерт,
Дәрігер Диасқа үйлену керек екенін айтты, деді. Менің қолымды сипалап, мен қолымды тартып алдым. Ағай маған ойлы көзбен қарап, Меруерт, ол сені сүйеді, деді. Мен орнымдан ұшып тұрып, жоқ, мен кетем, деп баж ете қалдым. Апай менің иығымнан ұстап қайта диванға отырғызды да, бізді тыңдашы, сосын кетем десең ұстамаймыз, деді. Мен сөз таба алмай, тек басымды тік ұстап, айт, дедім. Менің ұлыма жар болу оңай нәрсе емес екенін біз түсінеміз. Меруерт қызым, мен саған қызымдай қараймын деп уәде бергем. Жағдай өзгерді. Диасқа әйел керек. Табиғи жаратылыс, басқа қыз қырқын емес, өзі сүйген адам керек. Ол адамы сенсің. Түсінемін, сен көрікті жас қызсың. Басқа дені сау адаммен тағдырыңды қосқың келеді. Көп сөйлеп қайтем, сен Диасқа тисең, мына байлық, мына үй сенікі. Сенің ата-анаңа дәл осындай үйде салып ішін жиһазға толтырып берем. Бауырларыңа көмектесем. Әке-шешеңе не керек бәрін жасайым. Тек сен Диасқа қатын бол. Жұмысқа шықсаң шық, шықпасаң үйде тұр. Мен жағдайыңды өле-өлгенше жасайым. Өліп қалсам сендер қысылмай өмір сүретін әрекет жасап кетем. Менің барым да байлығым да осы, Диас. Диасым үшін ештеңе аямайым. Қызым Аиданың жөні бөлек. Мен қызымның болашағын реттеп қойғанмын, оған уайымдамайым. Менің бар уайымым Диас, деп ағай асығыс сөйлеп тоқтады. Мен жынды болып қалғандай болдым. Меруерт қызым, біз ата-анаңа саған құда түсіп барайық, бар жағдайларың жасайық, тек сен қалшы, деді апай. Әкеңнің астына көлік мінгізіп қорасын малға толтырып берейін. Сен не істе дейсің, бәрін жасайым. Диастың жары болшы, деді ағай. Аспан айналып жерге түсті. Мен өз болашағымды туыстарымның жағдайына айырбастағалы отырмын. Мен махаббатсыз, дүлей Диасқа әйел болмақпын. Диасқа әйел болсам, ата-ана бауырларымды кедейліктен құтқарам. Не істесем екен? Ағай сөзінде тұрмай қойса не істеймін? Кіммен ақылдассам, кімге айтсам екен деп басым салбырап жылап отырмын. Меруерт қызым, мен айтқан сөзінде тұрамын. Сені қызымдай мәпелеп өтемін, деп ағай ойымды оқып қойғандай айтты. Мен екеуіне кезек-кезек қарап, сіздер сосын өмір бойы сен бізге туыстарыңды кедейліктен құтқарам деп көнгенсің деп бетіме басып өтесіңдер ғой, дедім. Жоқ, керісінше, мен сенің туыстарыңмен саған басымды иіп өтем. Сен жас өміріңді қор қылып, бағыңды байлап қойып, бізге көмектестің ғой, бұл ерлік қой. Қызым, сен Диас үшін көніп отырған жоқсың. Көнсең туыстарың үшін көнетініңді біліп әдейі осы ұсынысты айтты. Міне, ант етем мен, не мына әйелім. Қызым Аида саған еш уақытта ол жағдайды айтып бетіңе баспайды. Диасым айығып кетсе, сені алақанына салып өтеді, деді ағай. Жазылмаса да ол бұрынғысынан өзгерді, бізге қарайтын болды. Сен кетіп қалсаң, ол тіптен ауырады. Мен ойланайыншы, деп өз бөлмеме көтерілдім. Не істеймін? Не істесем екен? Мен бөлмеме көтеріліп, ұзақ ойландым. Мектепті аяқтағаныма 2 жыл болды. 2 жыл қатарынан оқуға түсе алмадым. Биыл тапсырсам да түсе алмайтыным анық, себебі білімім таяз. Алдағы өмірде неге жетем? Алматылық жігіттер маған қарамайды. Менің арманым алматылық болу. Қалалық болып қана қоймай, отбасыма көмектескім келген. Диас сол армандарымның орындалар жолы ма? Бейшара отбасым жақсы жермен құда болып бастарын көтере ме? Не істесем екен? Келсем бе? Жоқ, келіспей мына үйден безіп кетейін бе? Алдымен келісім шарт жасап, сосын келіссем көнер ме екен? Меруерт, сен не, кино көп көргенсің бе? Қайдағы келісім шарт? Ой Аллам, не істеймін? Кіммен ақылдассам екен? Құрбыларым да жоқ. Мына
мына үй, байлық менікі болады деді. Әкеме көлік мінгізіп үй салып берем деді. Деп ойланып кетті. Бейшара анамның кең үйде шалқып жүргенін, әкемнің көлікпен зымырап бара жатқанын, бауыр інілерім, екі сіңлім жеке-жеке бөлмелері бар бақытқа бөленгенін, екі әжемнің бақыттан бастары айналып, ақ баталарын бергені құлағыма келгендей болды. Мерует, қызым бері шығып кетесің бе? Деген апайдың даусынан селк ете қалдым. Шықсам, апай ойлы көзбен маған қарап, төменге түсесің бе? Деді. Екеуміз қатар төмен түстік. Қонақ бөлмеде костюм, шалбар, ақ жейде галстук таққан ер азамат отыр. Қолында папкасы бар. Мен кіргенде ойлы көзбен қабағын түйе қарады. Ағай қасында отыр екен. Ол кісі де мен кіргенде орнынан тұрып күлімдеп жоғары шығуымды өтінді. Мен отырғанымда бөлмеге Аида мен апай да кіріп отырды. Мерует, қызым, мына кісі нотариус. Мынау мендегі бар үйлерімнің құжаттары. Мен әйелімнің көзінше нем бар саған және қызыма тең бөліп жазамын. Растаймын. Тек сен ұлыма тұрмысқа шығып, бірге өмір сүрем десең болды. Деді. Мен түс көріп отырғандай болдым. Ағайға қарап отырып жауап бере алмадым. Қызым, сен өз құжатыңды әкел. Мына кісі менің мұрагерім екеуің екеніңе көзіңді жеткізіп растасын. Деп ағай жоғары жаққа қарады. Апай маған қарап, өз құжатыңды барып әкеле ғой, деді. Осы сөздерді естіп отырып, менің өн бойым ысып, намыстан өртеніп жылап жібердім. Өзімді тоқтата алмай егіліп жыладым. Бұлай мен алғаш жылауым. Содан кейін мен дәл осылай егіліп жыламаппын. Жылап алдым да ағайға қарап, маған сіздің дүниеңіз де, үйіңіз де керек емес. Сіз ата-анама үлкен үй салып берсеңіз болды. Сіз менің отбасыма көмектесем дегенсіз, сол көмегіңізді жасасаңыз болды. Дедім, басымды тік ұстап. Отырғандар маған таңырқай қарады. Сіздер ата-анама мені алып қаштық, келін қылып түсірдік деп барарсыздар. Менің қалың малым ретінде біраз қомақты ақша мен сапалы жақсы киім апарарсыздар. Сосын араға жыл салмай әкемнің үйінің шатыры жабылатын болсын. Сіз соған келісемін десеңіз, шарт жасасасыз ба? Келісім жазасыз ба? Нотариуспен растап қолхат беріңіз. Мен бұл нотариусқа сенбеймін. Сол құжатты растайтын басқа нотариусқа өзім ертіп барамын. Деп едім, нотариус мырс етті. Не күлкілі, дедім бетіне қарап. Ол көздерін ары-бері жүгіртіп, жыпылықтатып, ыңғайсызданғандай болды. Диас науқас. Ол өз дертінен айыға ма жоқ па белгісіз, оның құлан таза жазылып, адам қатарына қосылып кетеріне ешкім кепілдік бере алмайды. Ал ата-анасына ұлдарының қалған өмірде оны күтетін, жанында болатын адам керек. Олар мені таңдады. Әлде Диас таңдады ма білмеймін, осындай ұсыныс айтылды. Бұл ұсынысты мына кісілер бекер айтып отырған жоқ. Сізді бекерге шақырып отырған жоқ. Мен жағдайды түсіне отырып келісіп отырмын. Мүмкін мен жас болған соң ақымақ шығармын. Сіздер менің сеніміме кіру үшін бар мүмкіндікті жасап отырсыздар. Мен түсіндім, сендім. Сонымен қатар өз жағдайымды жасамасам да, ата-анама жағдай жасағым келеді. Мен өте кедей отбасының қызымын. Оны мына кісілер білет. Отбасым сол кедейліктен құтылсыншы деп мен жас өмірімді Диасқа арнағалы отырмын. Ал әкей, сіз мұрагерлік жазғыңыз келсе, ұлыңызға жазыңыз. Ол өз туған ұлыңыз. Байқаңыз, қызыңызбен тең жазам деп болашақта күйеу бала иеленіп кетпесін. Түрлі адамдар бар ғой, күйеу балаңызда қандай ой боларын кім білсін. Науқас балаңызбен мен жер сипап қалмайын. Менің ойымша қызыңызға жеке пәтер алып атына жазып қойсаңыз да жеткілікті. Қызыңыз онсыз да тікелей мұрагер. Алда-жалда сізде бірдеңе болса, осы әйеліңіз, ұлыңыз, қызыңыз тең бөлмей ме? Мен керегімді әке-шешеме үй ретінде аламын да, сосын мұрагерлікке еш дәмеленбей өмір сүрем. Келін ретінде қызметім жасайым. Осы сөзімді дұрыс айтып отырмын ғой, я? Деп нотариусқа қарадым. Ол
қабағын көтеріп, басын изегендей болды. Мен тез өз бөлмеме көтерілдім. Өзімнің басқа адам болып қалғанымды сездім. Ертесі уәде бойынша қала ішіне барып, ағай маған қолхатты заңмен растап, қолыма ұстатты. Апаймен бірге дүкен араладық. Үйдегі бүкіл бауырларыма, әке-шешеме, екі әжеме тәуір киімдер сатып алдық. Оның үстіне қосымша арзанда 10 адамға кигізер кит алдық. Үйге келіп реттеп, мен анама хат жаздым. Анашым, мені кешір, мен өз еркіммен бағымды таптым. Құдаларыңыз өте жақсы адамдар. Өздеріңе арнайы алған киімді өздерің киіңдер, таратып тастамаңдар. Туыстарға беретін бөлек киімдерді кит ретінде берерсіз. Мен сіздерге арнап алған киімдерге аттарыңды жазып қойдым. Өздерің киіңдер. Ақшаны үйге жұмсаңдар, шашылмаңдар. Маған жасаймын деп қиналма. Артымнан қуғыншы жібермеңдер. Уақыты келгенде сендерді қонақ қылып күтіп алам. Мен бір күні сіздерді көруге келем. Сол кезде әңгімелесерміз. Анашым, жылама, ренжіме, бетіңнен сүйдім, деп жаздым. Ата-енем мекен жайымды алып, қастарына ең жақын туысын ертіп кетті. 2 тәуліктен соң келетін болған соң, мен Диас қандай әрекетке баратынын білмей, қасыма Аидан алып жаттым. Ата-енем қуанышпен оралды. Біз ешқандай дайындықсыз отыр едік. Демде дастархан жайылып, қонақтар келіп, құттықтаулар айтылып кетті. Мен болсам, әрі қарай не болар екен деп қорқуда болдым. Қонақтар кеткен соң ата-енем мені орталарына алып: қызым, әке шешең де, әжелерің де дән риза болды. Саған сәлем айтты. Көктемде үй салу жұмысы басталады. 2 аптадан соң үйлену той жасаймыз. Сол кезде туыстарың келеді, деді. Мен туыстарының келетінен қатты қорқып есім шықты. Неге той тез болады деппін. Енді қызым, дос бар, ағайын туыс бар, бізде ұлымыздың тойын көргіміз келеді, деді енем көзіне жас алып. Менің мысым құрып сөз айта алмай басымды изедім. 2 апта өз бөлмемде жаттым. Диас бөлмеме еркін кіреді. Шашымнан сипалап, ұзақ құшақтап тұрады. Үнсіз тербеледі. Тамақ ішкенде қасыма отыратын болды. Ата-енем той қамымен шапқылап жүр. Ертең той деген күні үйде де дайындық қатты болды. Аулаға шарлар ілініп, маған ең әдемі бірнеше көйлек сатып алды. Үйге аспаздар келіп, түрлі ас әзірленді. Кешке атам Диасты қасына шақырып: балам, сені құттықтаймын. Ертең сен үйленесің. Меруерт саған жар болады. Сен оны құрметте. Ертең үйлену тойың. Тойда сен сабырлы жүр. Біз үлкен мейрамханаға барамыз. Адам көп болады. Сол жерде басың ауырса, маған айт. Мен сені үйге әкелем, жарай ма? Деді. Диас саусағын тырналай отырып басын изеді. Көздері жанып, қуанып отырды. Менің ұлым ақылды. Ертең ел жұрттың көзінше жаман қылық көрсетпейді. Ол жақсы бала. Сосын Меруертті ұятқа қалдырмайды, деді енем де Диастың басынан сипап. Диас анасын құшақтап ризашылығын білдірді. Диас қуаныштан секіріп сыртқа кеткенде атам маған қарап: сен уайымдама, бәрі бақылауда болады. Диастың кезекті ұстамасы ұстар болса, дереу үйге келесіңдер, екпе салынады, деді атам салмақты дауыспен. Қызым, сосын ертеңнен бастап Диаспен бір бөлмеде жатасың, деді енемде салмақты дауыспен. Мен амалсыздан басымды изедім. Қорыққанның әкесі енді болды. Диас мені қалай қабылдайды? Ол қатынасқа қалай барады? Ары қарай өмірім не болады? Мен не бүлдірдім? Атам әкеме үй салып бермей қойса не болады? Дүлей Диас ары қарай жақсы болмай, жаман болса не істейм деген түрлі сұрақтармен таң атырдым. Таңнан келушілер көп болғанмен Диас үйде болмады. Мен өз бөлмемнен шықпадым. Түс ауа менің туыстарымнан әжем, әкем, анам, үлкен ағам, жеңгем ғана келіпті. Керемет дастарханмен оларды құрметтеп қарсы алып, Диастың туыстары аяқтарынан тік тұрды. Бір кезде атамның інісінің әйелімен
Енемнің інісінің әйелі мені әдемі киіндіріп, екінші қабаттан ертіп түсті. Бұл кісілер жеңгелері болып саналатынын кейін түсіндім. Анам мені көріп жылап жіберді. Әкем ойлы көзбен қарап тұр. Әжем жақындап келіп маңдайымнан сүйіп, «Бағың жансын, қарағым», деген сөзді өксік тығыла айтты. Мен туыстарымның киген киімдеріне қарасам, өзім алып берген жаңа киімдер екен. Бейшараларда бұдан басқа да киімдер жоқ екенін біліп мен де жыладым. Диас біраз уақыттан кейін есіктен кірді. Ол өте әдемі киінген, шашын алыпты, жүзінен нұр шашып, көздері күлімдеп тұр. Әжем оның да маңдайынан сүйіп, «Бақытты болыңдар», деді. Әкем мен ағам қолдарын созып амандасқанда Диас тез қолын созып, қолды жібермей ұстап төмен қарап тұрып қалды. Сол кезде әкесі ақырын қолынан тартып босатуын өтінгенде тез жіберіп күлді. Әкем де, ағам да Диасқа ойланып қарап қалды. Диастың қандай әрекетке баратынын мен әлі тани да біле де қоймағам, қорқып тұрдым. Диас тез сыртқа шығып кетті. Мен бөлмеме көтерілдім. Бір сағаттан соң бәрі мейрамханаға кетті. Енем кетер алдында бөлмеме кіріп, «Той көйлегіңді кигізіп, бетіңді шашыңды әрлейтін шеберлер келеді. Сосын сендерге арнайы көлік келіп тойға келеді. Қызым, тойда қысылмай, Диасымды қолтықтап жүрші. Сендер тойда көп отыра алмайсыңдар, Диасқа кету керек болады», деді. Мен тағы тек басымды изедім. Шаруалардың бәрі атқарылып, мен армандаған керемет ақ көйлегімді киіп, бетім әрленіп, ерекше сұлуланып, екінші қабаттан төмен түсіп келе жатқанымда Диас маған қарап тұр екен. Ол қозғалмай, тіпті кірпігін қақпай ұзақ қарады. Мен қасына келгенімде ол демін ішіне алып біртүрлі көзқараспен қозғалмай қарады да, сосын мені айналып қарап, көйлегімді ұстап көріп ойланды. «Диас, саған ұнады ма?» дедім. Ол селк етіп, менің жүзіме қайта қарап, көздерінен алмай сәл жымиды. «Диас, саған ұнамаса басқа көйлекпен басқаша әрлейік», деді келген шеберлердің бірі. Диас басын шайқап, мені қатты құшақтап, шашымнан иіскеді де, «Фу-фу-фу», деді. «Диас, шашымды иіскеме, ол жерге лак себілген, иісі жаман», дедім. Диас басын изеп, мұрнын уқалап, «Фу-фу» деп есікке беттеді. Көлікке қатар отырып, мейрамханаға келдік. Диас өте момақан болды. Әншейінде бүкірейіп бір жағына қисайып тез жүретін, бұл жолы денесін тік ұстап, баяу жүрді. Жан жағына қарамай тек алға қарап жүрді. Көзі күлімдеп, бақытты болды. Біз келгенде той басталған. Адамдар дастархан басында отыр екен. Біз кіргенде бәрі тұрып қол соғып қарсы алды. Біз төрдегі өз орнымызға барып жайғасқанда, бір қыз бала мен ер жігіт қатар отырды. Олар ата-енем дайындаған қыз жолдас пен жігіт жолдас екен. Түсінгенім, екеуі де дәрігер. Диасты жақсы таниды екен. Той дүрілдеп өтіп жатты. Диас екеуміз тек отырдық. Диас менен көзін алмай қарай берді. Әдетінше дастарханнан дәмді тағам ұсынып, маған көңіл бөліп отырды. Менің анам, туыстарым қасымызға келіп құттықтап бетімізден сүйгенде, Диас та сүйген болды. Біз тойда 2 сағат болып үйге қайттық. Тойдағы жастар сияқты тұрып тілек тыңдамадық, биге қатыспадық, тек отырдық. Бір музыка қойылғанда бауырым биге шақырған еді. Би біткен соң дастархан басына келсем, Диас тырнағының жан жағындағы терісін жұлып, қанатып жібергенде, қасында отырған дәрігер жігіт сусынға дәрі қосып беріп, сосын ақырындап тойдан ертіп шықты. Мен анаммен қоштасып, сосын көлікке отырдым. Біз үйге келгенде Диас ұйықтап қалды. Оны төсегіне жатқызып, қасына жаттым. Отбасылық өмірім біртүрлі басталды. Той болған түні ата-енем біраз қонақтармен түннің жарымында келді. Ертеңіне Диас екеумізге түрлі сыйлықтарды беріп құттықтады. Енем менің Диастың бөлмесіне қонғаныма дән риза болып, мойныма жалпақ алтын алқа салды. Диас сол ұйықтағаннан таңғы 9-да тұрды. Мен әлдеқашан тұрып өз шаруаммен жүргем. Диас таңғы аста қасыма отырып, астанып далаға шығып кетті. Енем кешке қарай маған Диастың ішетін дәрілерін көрсетіп, қалай беретінімді айтты. 2 дәріні де тамаққа қосып береді екен.
Бірін сусынмен қосып берсе, екіншісін үгітіп тамаққа араластырып береді екен. Құр дәріні Диас ішпейді екен. Дәрі көрсе ашуланады екен. Сол мәселені түсіндіріп, енем егіліп жылап отырып, осылай алдап бермесең ішпейді. Ал бұл дәрілерді ішпесе жағдайы қиын болады, деді. Уайымдамаңыз, мен дәрілерді уақытылы беріп жүремін, деді. Қызым, сен жас өміріңді қор қылдым деп өкінбе. Бұл бұйрық шығар. Мен сенің қорланғаныңды қаламайым. Сен бақытқа Диаспен бірге бөленетініңе сенімдімін, деді. Мен басымды изеп отырып, анау дүлеймен қандай бақытқа кенеледі екенмін деп іштей айттым. Күндер өтіп жатты. Диас жатар кезде дәрісін ішетте ұйықтап қалады. Мен оймен қасында жатам. Үй шаруасына жоламадым. Ата-енем жолатпайды. Оны жасап жүрген адам бар. Қыстың ұзақ түнінде бөлмеге тығылып ішім пысты. Диастың бар тындыратыны мені бауырына басып құшақтайды. Бөлмемізге кірсек, той көйлегін киюімді өтінгендей шифонерден шығарып қолыма береді. Мен көйлекті кисем, ол мәз болып, мені айналып қарап шапалақтап секіреді. Неше мәрте әдейі көзінше шешініп киіндім. Диасты менің жалаңаш денем қызықтырмайды екен. Ол тек көйлекті ұстап, мен айналып мәз болады. Көктемде шықты. Менің уайымым әкемнің үйі. Атама ол туралы айта алмай қиналдым. Наурызда аяқталып, жер құрғап, дала жылынды. Мен ауылға хат жазатынмын. Араға жарты ай салып жауап келетін. Анамнан хат келіпті. Қызым, бізде таң қаларлық жағдай. Құда бір топ құрылысшы адам жіберіпті. Олар ауланы тазалап, ағаштарды кесіп, түбімен қопарып алып тастады. Сосын жүк көлігімен 10 шақты көлік тас, құм, топырақ түсірді. Жерді қазып, ішіне тас тастап, үйге арналған ірге тасын құйды. Ауыл адамдары таң қалып, күнде біздің аулада жүр. Ірге тас биік етіп құйылды. Үйдің ірге тасы өте үлкен. Қызым, сен маған ашық жазшы. Құдалар бізге неге үй салып жатыр? Әкең сені уайымдап жүр, депті. Мен бұл жаңалықтан қатты қуандым. Үй басталды. Енді қорқыныш жоқ. Әкем сосын түсінеді деп анама 40 өтірік жаздым. Атамның жұмысы мықты, жағдайы бар болған соң көмектесіп жатыр. Бәрі жақсы, мен бақыттымын деген тағы бір да өтіріктер қосып жауап бердім. Олар маған айтқан жоқ, мен білмедім дегенді де қосып жаздым. Бірақ менің қуанышым ұзаққа бармады. Сәуірдің ортасында Диас өнер көрсетті. Ол қолда-аяққа тұрмай ашуланып, не істеп не қойғанын білмей жынданды. Ұстамасы ұстаған кезде Диас мені бөлмеден шығармай, бір адамды кіргізбей алысты. Мені ұрмады, бірақ бөлмеден шығып кетуіме жол бермеді. Дәрігер маған, күйеуіңіздің гормоны толқып тұр, сіз жол көрсетіп, оны өзіңізге жақындатыңыз, сол кезде ол тынышталады, деді. Мен шошып, қалай сонда, мен оны қалай жақындатамын деппін. Оны ақыл есіңіз дұрыс, сіз білуіңіз керек, деді дәрігер. Содан Диас мені қайта сыртқа шығармай, өзі бөлмеде ары-бері тоқтамай жүргенде, мен бар қайрат жігерімді жинап, оған жақындадым. Диас алдымен қолын ұстатпай сілкіп жіберді. Көзіме қарамайды, түрі сондай суық, шекесіндегі тамырлар адырайып, денесі селк-селк етеді. Мен Диастың қолынан тартып, белінен құшақтап алдым. Төсекке отырғызып, қайта құшақтап, бетінен сүйдім. Сол кезде Диас менің көзіме қарады. Бер қараш, мен қасыңдамын. Міне, мен тірімін. Сен мені ұсташ. Не қалайсың? Ашуланбай, қалағаныңды ал, деп көйлегімнің омырауын ағыттым. Ол сәл қабағын түйіп, төсектің үстіне қозғалып, жоғары шықты. Диас, маған қараш, мен сенің әйеліңмін, мен сенікімін, дедім. Бірақ қорыққанымнан даусым дірілдеп шықты. Қолын созып, білегімнен тартты да бауырына басып, терең күрсініп, тыныш жатты. Бір сағаттан соң деп басының ауырып тұрғанын дәрі беруімді өтінді.
Мен дәрісін беріп едім, еш қарсылықсыз ішті. Солай екеуміз қатар жатамыз. Еш қатынас жоқ. Ұстамасы ұстағанда жаны көзіне көрінеді. Ол мені қалап соған ауырады деген нәтиже дұрыс болмады. Мен тіпті шешініп те жаттым. Ол бейшара одан бетер қиналып үстімді жапты. Мен сол кезде бұл ешқандай да гормон емес, басқа дерт екенін түсіндім. Бұл дерті бақандай 2 айға созылып, түрлі екпе мен түрлі дәрінің арқасында беті бер қарады. Жаз ортасында ақырындап далаға шығып, бұрынғыша бақшасымен айналысып қалпына келе бастады. Диасқа менің жаным қатты ашыды. Уақыт өте оның дертіне шипа іздегім келді. Ол мені бұрынғыдай жақсы көреді, шамасы жеткенше құрметтейді. Гүлінің жемісін бергенді тоқтатпайды. Той көйлекті киюімді де жиі сұрайтын болды. Мен ерінбей той көйлегімді киіп алып үйдің ішінде жүретін болдым. Ондай кезде ата-анем үйде болмайды. Диас мәз болып соңымнан қалмайды. Бақытқа бөленеді. Кейде мені көтеріп те алады. Солай көтеріп алған кезінде әдейі еріннен сүйдім. Мен біреумен сүйісіп көрмегем. Сол сүйісудің қалай болатынын да білмеймін. Әйтеуір Диастың қызарып, жартысы ісініп тұратын ерніне ернімді тигіздім. Ол демалмай тұрып қалды да, мені жерге қойды. Мен ұялып та қалдым. Диас шашымнан құшырлана иіскеп алды да сыртқа шығып кетті. Бұл әрекетті мен екеуміздің қосылғанымызға 1 жыл болғанда жасадым. Осы 1 жылда мен Диастың жанындамын. Анда-санда Аида мен кино, концертке барып келем. Киімнің түр-түрін алып берді. Алтын түрлі бағалы әшекейлерім де бар. Үйде емін еркінмін, тамақтың да түр-түрі бар. Жаздың аяғына таман туыстарынан жеңгем, інім мен сіңлімді ертіп келіп 3 күн қонып Алматыны бірге аралап, сосын оларды киіндіріп жеңгеме біраз ақша ұстатып шығарып салған. Туыстарым келгеніне мен қатты қуандым. Сол күндері атам Диасты ауруханаға жатқызды. Қызым, балам 1 апта болса да ем алсын, өзіне жақсы, өткендегі ұстамасы күзде қайта ұстап қалса қиналып қаламыз деді. Мен жеңгеме Диас туралы не айтам деп жүредім, оның емханаға жатқаны жақсы болды. Бірақ алтын жеңгем кетерінде: Мико, Диас науқас көрінеді. Ал ата-анасы баласының бақыты үшін ештеңеден аянып жатқан жоқ. Сен соны бағала. Қаншама қыздар дені сау жігітке тиіп қор болып, ақыры бақытсыз болып жүргендері бар. Сен дерті бар жігітке біліп дейдің, енді соған қамқор бол, деді. Сонымен менің туыстарым мен қандай адамға тұрмысқа шыққанымды түсінді. 2 жылда әкеме даңғарадай үлкен 2 қабатты қызыл кірпіштен ауылда ешкім салмаған үй салынды. Әкеме сол замандағы Жигули көлігін мінгізді. Әкем де жерге қарап отырмай қора салып мал жинады. Ауылда әкемнің үй жайы оңалып, беттер бері қараған соң ауыл басқармасы да санасып, еңбектерін бағалайтын болды. Іні сіңлілерім де ер жетіп қолғанат бола бастады. Мен армандаған ертегідегі өмірді сүріп жүрдім. 21-ге де толдым. Осы отбасылық 2,5 жылда Диастың ұстамасы ұстап қиналып қалатын кезіміз болмаса, қалғаны бір қалыпты. Ата-енем жұмыстарында, мен үйдемін. Диас бақшасын қарап тірлік жасауда. Шыны керек, мен жалға бастадым. Әдемі киімдерімді киіп қыдырғым келеді, қонаққа барғым келеді. Осы 2 жылда әкем үйіне қоныс той жасағанда атам, енем, Аида болып барғанбыз. Диас тағы ауруханада болған. Жарқырап келген мені көргенде ауыл адамдарының аузы ашылған, тек бір көршім: Мерует, сен 2 жылдан асты, неге құрсақ көтермейсің? Өн бойыңа қарасам, еркек тимеген қыздайсың, деді. Апай, Алматыда бала тууға асықпайды деп сіңілім сөз бөлсе де, көршім: ай, қайдам, мына Меруеттің күйеуі шамасы бар адам ба, әлде тек ақшасы бар адам ба, деді мысқылдап. Ой, апай, бытырлатып туса туды дейсіңдер, сәл уақыт тосып артын бағып тумаса тумады дейсіңдер, дедім. Ойбай, артын тосатын не бар? Бар жер, бай жер, міне әке шешеңе хан сарайын салып, ішін үлдемен бүлдеге бөледі. Ойбай, ондай жерге бала дегенде 8-детіп, 8-детіп тумайсың ба? Деді апай бетін шымшып. Болады апа, болады. Осыдан Мерует жүкті болғанда сізден бірінші сүйінші сұраймын деп араға жеңгем кіріп, мені тұрғызып жіберген. Сол әңгімеден кейін мен бала сүйгім келіп,
Тіпті ағзам еркекті аңсайтын болды. Диасты құшақтап жатып иісіне балқып мазам кетті. Ең жаманы нәпсінің құтырған екен. Күннен күнге жын ұрып кетердей жүрдім. Диасты икемдесем де өзінің дүлей екенін көрсетіп былқ етпейді. Тіпті намыстанып жылайтын да болдым. Жылдар жылжып өте берді. Уақыт өткен сайын мына байлық пен мына баршылық маған керек емес бола бастады. Арада 10 жыл өтті. Мен 29-ға да келдім. Сәнденіп кескен шашым кім үшін? Әдемілеп жасаған тырнағым кім үшін? Ең бағалы киімімді де кім үшін кием? Маған ештеңе керек болмай қалғаны қашан? Осы 10 жылда талай өзгерістер болды. Қайын сіңлім бай қуатты жерге тұрмысқа шығып ұлды болды. Менен кейінгі іні сіңлілерім де оқуларын оқып, мамандық игеріп, отбасыларын құра бастады. 90 жылдың басы еді. Заман өзгеріп, Алматының өзінде де дүкендер босай бастаған, бірақ біздің үйде бәрі бар. Біз қаланың сыртына қарай көшкенбіз. Тау бөктерінен жер көлемі үлкен жерден керемет 3 қабатты үй алдық. Бау, бақша, гүлдер, жеміс ағаштары көп. Диас құлшына жұмысына кірісіп өзінше бақытты. Мен болсам, күннен күнге солып, өз тәніммен алысып, қартайып бара жатқандай сезімде болдым. Осы 10 жылда енем мені талай жиын тойға жарқыратып ертіп апарып жүрді. Қолы қалт етсе киноға, серуендеуге де апаратын. Диас сауықтыру орталығына барғанда мен де баратынмын. Бірақ бұл тірлік мені жалықтырды. Осы 10 жылда анам бірнеше рет келіп, менен батып ештеңе сұрай алмай кетіп жүрген. Мен өзім анамның үйіне барып келем деп сұранып, бір аптаға келгенімде анам сөз бастады. Қызым, сен құрсақ көтер алмай жүрсің бе, әлде жігітіңде кінәрат бар ма? Деді шашымнан сипалап отырып. Мен ағымнан жарылып, бір ақтарылып айтқым келді де тоқтап қалдым. Біз емделіп жүрміз дедім. Алладан күдеріңді үзбе, Аллам береді. Сен сабырлы, төзімді бол деді. Мен жылап жатып келістім. Анашым маған еркек қолын тигізген емес деп айқайлағым келсе де, ернімді тістеп анамның тізесінде жатып жастарымды төктім. Үлкен әжелерім бірінің артынан бірі тез қайтыс болған. Аналары қайтқан соң әкем шөгіп жетімсіреп қалыпты. Ата-анамның жағдайы жақсы, малдары көп, егістікпен айналысып, бір тракторды иеленіп, ағам жүр. Құлдыраған заманда туыстарым тозып кетпей аяқтарынан тұрып жатқанына қуандым. 2 қабат үйде жас ұрпақ улап-шулап жүр. Бірі жиен, енді бірі балақай бауыр, інімнің балалары. Інімнің біреуі бөлек үй салып үйленіп балалы болғанымен, балалары анамның қасында. Інім келіншегімен бірге сауда жасап, қалаларды аралап жүреді екен. Қазақстанның біраз тұрғындары жаппай саудаға кіріскен уақыт, 2 сіңлім де саудамен Алматыда жаңа ашылған Барахолка деген үлкен базарда отыр. Кіші сіңлім сырттай оқиды, үлкен сіңлім тұрмыста, оның да қызы анамның қасында. Мен бауырларымның тіршілігіне риза болып, бұлар маған қарағанда бақытты деп сүйсінем. Барша бауырым ата-анам мені қатты жақсы көреді, қастерлейді, қас-қабағыма қарап тұрады. Жиі іздеп келіп, Диасты да жақсы танып алған, маған бәрінің жаны аши тұра құрметпен артық сөз айтпайды. Ауылда болып сергіп қайтқаныммен бақытқа бөлен алмадым. Диасым қуанышпен қарсы алып, құшақтап, әдетінше шашымнан иіскейді. Еш қысылмай шалқып жүрдік. Қазақстан жоқшылықты көріп, әр облыстан халық тентіреп жұмыс іздеп азып тозғанда, атам құтырып жаңа көлік мініп, біртүрлі тірліктер жасап жүрді. Енем бұрынғыдай жарқырап жүрмейтін болды. Әрдайым көңілсіз отырады. Кейде көздері суланып, жылағанда көрінетін. Айы да сирек келетін болды. 2004 жылы олар Астанаға көшіп кетіп еді, енем тіптен тұйықталды. Жиын тойға бармайтын болды. Қолы босаса үйде болып, ұлына сағаттап қарап отыратын шығарды. Ішімдікке әуестеніп жиып, бос құтылар қоқыс шелегінде жататын болды. Атам үйге кеш келетінді шығарды. Кейде келмей де қалып жүрді. Сол кезде ата-енем 60-та алқымдаған кісілер еді. Мен үй күзетшісі болып отырмай, осы 10 жылда оқып алмағаныма өкіндім.
Енем неше мәрте оқисың ба деп сұраған ет, мен сорлы қандай мамандық таңдарымды білмей кейінге шегеріп, сол дипломның маған керегі жоқ деп ойлап оқымап едім. Заман өзгерген соң оқымағаным да дұрыс болыпты. Дипломын құшақтап жұмыссыз жүргендер толып жүрген соң өкінбегенмін. Хан сарайындай үйім бар, іші дүниеге толы, сарай толған көлік, қолымда жүргізуші куәлігім бар, үйтіп-бүйтіп жүргізуді үйреніп алғам. Таңдаған көлігіме отырып қаланы шарлап қыдырып келем. Көңілім қалаған дәмханаға кіріп, қалағанымды жейтінмін. Солай бір мейрамханада отырсам, атам мен қатарлы келіншек кіріп отырды. Жай отырған жоқ. Қайта-қайта сүйісіп аймаласып отыр. Мен олардан жоғары отырғам. Шығып кетейін десем, солардың қасынан өтуім керек. Амал жоқ, үндемей отырдым. Бір кезде келіншек тұрып әжетханаға беттегенде, мен де тез тұрып атама қарамай тез әжетханаға бардым. Ойым әйелді дұрыстап көру. Қол жуатын жерде қипақтап тұрмын. Әйел қолын жууға жақындап маған қарағанын сезсем де, қарай алмай айна арқылы қарадым. Әйел дәл менен көз алмай қарап тұрды да, айнаға қарап ет, көзіміз түйісті. Әйел ойлы көзбен тесіле қарап, сосын ерні жыбырлап бірдеңе айтқандай болды. Мен енді бетіне қарадым. Ол сәл жымиғандай болып, Меруерт, деді. Менде, мына албасты мені қайдан таниды? Бұл кім деген ой жүгіріп өтті. Ойлана қарап тұрмын. Меруерт, мені танымадың ба? Мен Айгүлмін ғой. Айгүл, бір кезде бірге оқуға түспек болғанбыз. Жалдамалы пәтерде тұрғанбыз, деді. Мен енді Айгүлдің таныдым. Иә, бұл келіншек шымкенттік қыз Айгүл. Біраз қартайып қалған сияқты. Көзінің жанын әжім басып, шашы селдірленіп қалғандай, өте тәуір киім кисе де жүдеулеу. Айгүл, дедім, құшақтасып амандасқан болдық. Айгүл сын көзбен қарап, Меруерт, сен не тоңастықша жатасың ба? Қартаю келмей қойған ба? Дым өзгермепсің ғой, деп бас аяғыма қарап басын шайқады. Қайдан, қартайдық қой, 30-ға келдік, деп мен бетімді сипадым. Мен қартайдым, ол рас. Сен әлі шиырықтай болып сол 18-19 жаста қалып қойыпсың, деп айналдырып қарады. Әрине қартая қоймадым. Біріншіден, әлі еркек көрмеген қызбын. Екіншіден, жаным қиналып жатқан жоқ. Спорт зал, йога, бассейн, мықты сұлулық салоны, спа салондардан шықпайым ғой. Қойшы, қартайдым ғой, деп айтып тұрып, өзіме риза болып мақтанып та қалдым. О, тәуба! Дым өзгермегенсің, керісінше сұлуланып кетіпсің. Жарайсың, керемет, деді басын шайқап таңдана. Ішіме бір өкініш түсіп, өзіме сүйсіне қарап тұрған Айгүлден сәл ұялып та кеттім. Іштей, Айгүл, мен кәрі қыз болып өлетін шығармын, дедім де. Алматыда тұрасың ба? Қайдан жүрсің? Сен қайдан жүрсің, дедім. Айгүл сәл ойланды да, мен осы Алматыдамын. Меруерт, бүгін жалғыз емес едім. Сенде бос уақыт бола ма? Кездесіп әңгімелесейік, деді өтініш білдірген көзбен. Уақытты табамын. Қай жерге келе аласың, дедім. Ертең Арбатта кездесейік, сағат 1-ге келе аласың ба? Деді. Жақсы, деп қолын алып бетінен сүйіп қоштастым. Айгүл тез шығып кетті. Мен ақырын соңынан шығып тығыла қарап тұрмын. Айгүл атамның қасына барып еді, ол тез тұрып екеуі құшақтасып сыртқа шығып кетті. Мен үстеліме барып төлем жасап шыққанымда олар көрінбеді. Айгүлмен кездесуге асықтым. Ол неге атаммен жүр деген ой маза бермеді. Арбатқа ерте барып алып, Айгүлдің келуін күттім. Сыланып, сипанып сол уақыттағы сәнді киімді киіп келіпті. Сол маңдағы орындықтарға отырып әңгімелестік. Айгүл оқуын бітіріп маман иесі болыпты да тез қысқартуға ілініп жұмыссыз қалыпты. Сосын таныстарының ұлына тұрмысқа шығып, саудамен айналысып жүргенде күйеуі жол апатынан қайтыс болған екен. Екі ұлының үлкенін ата енесі алып қалып, кішісін жетектеп Алматыға келіпті. Баламен ештеңе тындыра алмаған соң баласын шешесіне апарып тастап, қайта Алматыға келеді. Ана жұмыс, мына жұмыстың басын шалып жүріп, атамыздың фирмасына орналасыпты. Меруерт, есіңде бар ма? Біз бір ауру баласы бар мықтының үйінде тұрып едік қой. Сол мықтының қол астына жұмысқа кірдім ғой, деді мәз болып. Сосын, дедім. Мен ол бөкеңді бірден таныдым. Әрине, ол қартайып қалыпты.
Біз үйінде тұрғанда қандай еді, шекірейіп, шырт түкіріп жүруші еді ғой. Сыртынан бақыласам, ақшалы, мықты. Сосын өзім сөзге тарттым. Болат Аскарович, сіз мені танымадыңыз ба дедім. Үйінде тұрғанымды айттым. Ол әрине көптеген жас қыздардың тұрғанын айтып ұялғандай болды. Мен жақындап, сол кезде сізге ғашық едім. Сіз менің алғашқы махаббатымсыз деп едім. Бөкең сынды деп қарқылдап күлді. Айгүл, ол кісінің отбасы бар ғой, науқас ұлы бар, келіншегі жақсы адам еді ғой, дедім ашуым келіп. Мико, сен мына сұлулығыңмен міне деген мықтыларды аяғыңа құлатасың ғой. Болат бай болғанымен бақытсыз жан. Оған дені сау ұрпақ керек. Ұл сүйгісі келеді. Оныкі дұрыс, ұрпақ керек, деді шалқая отырып қолындағы сусынын аздап ұрттады. Айгүл, оның әйеліне жаның ашымай ма? Фу, ұрдым да қол қойдым, кімнің маған жан ашып жатыр? Сен ұл туып бермекшісің бе? Ай, сол болмай жатыр, шал болып қалған ба, ұрығы жоқ па, 1 жылдан асты көтере алмай жүрмін. Айгүл, сол отбасын жайына қоя салсаңшы, жассың, бір жақсы жалғыз басты жар тапсаңшы. Сен де бір, айтуға оңай, сен сияқты сұлу да емеспін, саудамен селтеңдеймін деп тез қартайып та кеттім. Сен өзің туралы айтсаңшы. Осы сен бір семізді ұстаған сияқтысың ғой, деп тағы басымнан аяғыма дейін сын көзбен қарады. Мен оған жеркене қарап отырып. Мен алматылық болдым. Жаңа шағын ауданда керемет үйім бар, бірнеше көлігім бар. Анау менің көлігім. Сосын не? Мені сүйетін, жаным беретін күйеуім бар. Қызым 5-ке толды, балабақшада. Ұлым 3-те. Күтушім қарайды, дедім. Айгүлдің көзі аударылып кеткендей болып, бір қызарып, бір бозарды. Еріндері жыбырлап, ерін тістеп алды. Мен әрі қарай тоқтамай дәу алтындарымды сипалап, саусағымды айналдыра отырып, мойнымдағы жуан алқамды көйлегімнің сыртына сілкей шығарып тастап, құлағымдағы сырғамды шерте сипалап қойдым. Атамыз да мықты қызметте. Енем де бар, ол кісі де жоғары лауазымды жұмыста. Олар бөлек тұрады. Ой, мен алақандарына салып отыр. Аузында ашқызбай сыйлыққа батырады. Мына көлікті атам әперген. Енем әперген көлік гаражда тұр. Күйеуім де көлік мінгізді. Әніме сыйға тартсам ба деп ойлап жүрмін. Деп едім, сөзімді бөліп, күйеуің жалғыз бала ма? Иә, жападан жалғыз, сауатты, оқыған, жоғары білімді, болашағы бар. Ой, қолы тимейді, мықты мекемеде бастық. Босай қалса мен ала салып қыдыртады, бармаған жеріміз жоқ. Балаларды да жақсы көреді. Сен оқыдың ба? Деді тағы да сөзімді болып. Оқып қайтем. Міне үлдеме бүлдеге бөленіп отырмын, деп орнымнан тұрып. Салонға баруым керек, жарайды, кездескенше, деп құшақтап сүйген болдым да көлігіме беттедім. Айгүл сұрланған түріммен қараған күйі отырып қалды. Мен көлігіме отырып кетіп қалғанымша көзін алмай қарап отырды. Өтірігім оның жынына тигені анық. Қызғанышы да ұстап қалды. Айгүлге ашуым келді. Соның кесірінен енем араққа салынып, атам адасып жүр ғой. Не істесем екен? Күндер өтіп жатты. Атам күннен күнге бізден алыстап кетті. Сол заманда отбасы шайқалып жатқан жалғыз біз емес едік. Қазақтар байып, қатын алып, тоқалдатып жатқан кез. Жиын тойға жап-жас тоқалдарын ертіп барып шіреніп жүретін еді. Кезінде атам араласатын отбасыларының талай солай талқандалып, еркек тоқалымен бөлек кетіп, бала-шағалары шашылып ырду-дырду болған заман еді. Дүлей Диястан қандай бала туам? Ойым саққа кетіп жылап үйге келдім. Анам ойлы көзбен қарсы алып, жұлдызым, жарығым, бақытым, Алладан сұраған тілегің қабыл болыпты ма? Деді. Өкіріп жыладым. Сен үйге келгеніңде сезбедім. Құттықтаймын деп бауырына басты. Анашым, дүлей бала тусам не болады, дедім егіліп. Кім айтты саған дүлей туасың деп? Деді анамды ашулы дауыспен. Дияс дүлей, ол дәрі ішіп жүрді апа, дедім. Құлыным, аллама сен, бәрі жақсы болады, деді.
Сол күннен бастап анам ісімді аңдып, баланы алғызбай өмірге әкелуімді күтті. Диастың соңынан кездесуге бардым, ол өте нашар екен. Мені танымады. Меңіреу болып отырды. Аймалап сүйдім де, жыладым да, саусағының терісін тырналап, жұлып, жара қылып тастапты. Диасыма жаным қатты ашып, еңіреп жылап кеттім. Келесі кездесуге барғанымда маған рұқсат бермеді. Диастың анасы бізді ажыратып, мені жолатпауларын өтініпті. Заңды түрде әйелі болсам да, Диастың дертін пайдаланып, анасы ретінде менің кесірімнен баласы адам өлтірді, оны ажыратты деп құжат өткізіп, мен ешқандай да құқығым жоқ әйел болып қалыппын. Амал жоқ, енеме бардым. Апа, мен Диастың баласын көтеріп жүрмін. Кездесуге баруыма рұқсат беріңіз деп едім, бақырып айқайлап, көлденең көшеден көтерген күшігің долымдікі деме, жоғал, жолама, көзіме көрінбе деп қуып шықты. Содан Диасқа бармадым. Алладан ден сау ұрпақ берші деп тілеп жүре бердім. Бауырларым бәрі қосылып маған Алматы маңынан жақсы жерден үй алып берді. Айым күнім жетіп, 2006 жылы қызымды өмірге әкелдім. Тәп-тәтті, дені сау, аңсаған есімді қызым дүниеге келді. Ерте ме кеш па Диас қамаудан шығар, бір көрісерміз, сонда қызын көрсетермін деп жүрдім. Анам қасыма келіп көмектесіп тұрды. Бауырларым да көмектерін аямады. Жылдар өтіп, қызым 2-ге келгенде Диастың қайтыс болғанын естідік. Мен сенбей қатты қиналдым. Бауырларым басына ертіп апарды. Сол кезде қатты өкіндім. Құдайым-ай, мен неге атамның тірлігіне араластым? Айгүлмен сөйлеспесем, атам маған тиіспес еді ғой. Диасым қызын көрер еді ғой деп өкіріп жыладым. Енеме жанашырлық танытам деп өзім құрдымға түстім. Атамды тайған жолынан оң жолға салам деп едім, ажал құшты. Диасым қаншер болды. Бейшара Диасым сол бойы дүлей болып өлді. Өмір неге осынша қатал? Ұзақ жылдар бойы өзімді кінәлаумен өмір кештім. Қызым өсті. Әкесі туралы сұрайтын болды. Ұзақ науқастан қайтыс болды деп фотосуреттерін көрсетіп, әдемі ертегі құрастырып айттым. Қызым соған сенді. Мен тұрған аудан менің өміріммен таныс емес болған соң, мен еркін өмір сүрдім. Шаштараз курсын оқып, шағын кәсіп игердім. Сонымен, міне қызым да бой жетті. Құдайдан бағын ашшы, жолын байламашы, адастырмашы деп тілеймін. Былтыр Аида қайынсіңліміз деп келіпті. Ұзын бойлы Диастан аумай қалған сұлу аңсаған қызымды көріп, аяғына жығылып жылады. Анасы 5 жыл бұрын қайтыс болыпты. Сол бойы мені кешірмей кінәлап кетіпті. Аиданың 3 баласы да ер жетіп алды, үйленіп, үйлі болыпты. Атамның үйін баяғыда сатып 2 пәтер алған екен, соның біреуін аңсағанға берем деп келіпті. Аида қалқам, мен сендерге келін болған 11 жыл өмірімде жамандық көрмедім, керісінше, сендердің арқаларыңда кедейліктен құтылдық. Мен сендерге ризамын. Өкінетінім, атамның өміріне араласпауым керек еді. Мен бақытты болмасам да сол жылдар Диасым бақытты болды, соны ойлап, өзімді басамын. Иә, мен жас өмірімді қидым, болашағымды білмедім. Бірақ Аидау, мен сендерге адал келін болдым. Диасыма ақ болдым. Аллам куә, Диаспен бас қосқаныма өкінбедім. Соңғы күндері тіпті ләззат алып едім. Бар ойым атамды отбасына қайтару еді. Енемнің қайғыдан маскүнем болып бара жатқаны шынымен жаныма батып еді. Амал қанша, бәрі бекер болды. Бекеріңне күл талқан болып анамыз да, Диас та, мен де, сен де азаптандық. Не айтам? Тағдыр шығар, көндігем. Сенен пәтер алмайым. Үйім бар, керек емес. Өз балаларыңа бер, дедім. Аңсағанмен араласуыма рұқсат берші, деді. Мен қызыма әкесі туралы әдемі ертек айтып сенгізіп қойған едім. Жатқан жерін көрсетіп, Құран бағыштап жүредік. Енді ол есейді, шындықты естейтін кезі келген шығар. Мен шындықты айтуға қорқам. Ал сен айтам десең айт. Сосын қызым шешімін өзі табар, дедім. Аида үндемей отырып қалды.
Қонақ болып бір күн қонды да өз жөніне кетті. Одан бері 1 жыл өтті. Келмеді, араласпады. Авторға өз тағдырымды жазғызуға бел будым. Менің тағдырымның сабақ алар жері жоқ, сонда да осындай тағдыр болды. Қу кедейлік жалғыз мен емес, талай қыздардың бағын байлады ғой. Мен ақымақ әйел едім. Түсінер деп жазбадым, керісінше мен сияқты адаспасын деп жазғыздым. Мүмкін қызым оқыр, мені кешіре ме, әлде кінәлі ете ме, кім біледі. Айгүл кейін тұрмысқа шығып ұлды болып бақытты екенін осы ғаламтордан көрдім. Талқан болған отбасымызға ол да кінәлі ғой. Мен оны қарғамаймын, тек жазықсыз күйіктен өліп кеткен, мойнына қан жүктелген диясымды аяймын. Сол үшін әлі жылаймын. Әттең отбасарымды білсем, сол Айгүлден аулақ жүрер едім ғой. Мені диясым кешірсінші. Дүлей болса да ол адам еді. Ол мені зорлықтан құтқарамын деп қара күшін асыра жұмсап әкесі екенін білмей өлтіріп алды ғой. Ол қанішер емес. Атам бір шапалақ ұрып шығып кетсе де маған жетер еді ғой. Ол кісі дәл сол кезде неге азғырып, неге қозды түсіне алмайым. Неге деген сұрақ кеудемді тырмалап келеді. Өз басым бар байлыққа астамшылық жасамадым. Асмадым, тасымадым. Арамдыққа бармадым, арымды таптамадым, таза жүрдім. Сол жылдар уақытымның көбін Диасқа арнадым ғой. Ол дертінен арылмаса да бақытты еді. Қызын көргенде мүмкін жазылар ма еді? Ол енді белгісіз. Міне 60-қа таяп қалдым. Диасымнан басқа еркек көрмей қартайдым. Дүлей болса да Диасыма адалмын. Қызымның бағы ашылып, бақытты болсыншы. Менің ауыр тағдырым оған кедергі болмасыншы деп тілеймін. Автор. Меруерт апайды мен батыр деп есептер едім. Диастың ата-анасы да жақсы адамдар еді. Бұл уақиғада кінәлі жан Айгүл. Ол әйел біреудің отбасын шайқағанымен қоса талқандап кетті. 1990-2010 жыл аралығында расымен де талай отбасы тоқал көңілдестердің кесірінен шаңырақтары ортасына түсіп бұзылып жатты. Ақыры әлі бар. Заманның ағысы солай болды ма, адам азғырды ма білмеймін. Кімді кінәлаймыз? Бұл уақиғадағы білімім жоқ, сауатсыз болдым деп кедейліктен құтылу үшін жастық шағын құрбан еткен Меруертті ме? Байлығымен арбап құрығына түсірген Диастың ата-анасын ба? Адасып жүріп отбасып жүрген Айгүлді ме? Әлде дәл сол кезде нәпсісі қозған атасын ба? Таразыға саларсыздар. Мен амандық тілеймін. Мұхтар Шахановтың мына өлең жолдары көкіректе сайрайды. Қандай азап ұғыспау. Қашан болсын бірлік жолы бұрыстау. Түсінбестік кінәлемес десек те қылмыспен тең түсінуге тырыспау. Дегендей түсіну қиын. Дей тұрғанмен Меруерт апайға әлі көрер бақытыңыз алда. Қызыңыздың қуанышы мен жақсылығына кенеліңіз дегім келді. Дейді автор Жеңіскүл Тұрсынбаева. Әңгіменің соңы. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.